Қалдарыңыз қалай, құрметті оқырмандар? Бүгін сіздермен осындай кез келген торттың сыртын қаптауға арналған крем жасайтын боламыз. Ол үшін алдын ала осылай қант ұнтағын електен өткізіп аламыз. Міндетті түрде өткізіп алыңыздар. Және де бөлме температурасында еріп тұрған 82% маргаринімізді алып, оны да өлшеп, керекті мөлшерімізді қант ұнтағымен жақсылап бір келкі қою әдемі крем болғанша араластырып алатын боламыз. Кремімізді араластырып жатқан кезінде осындай крошка пайда болады. Оны осылай лопатканың көмегімен ортаға жинап, жан-жағын барлығын осылай әдемілеп, қайтадан жақсылап осылай араластырамыз. Тағы да жан-жағын осылай жинап, тағы да араластырып аламыз. Түсі өзгергенше араластыратын боламыз. Түсі өзгеріп, әппақ болып, әдемі болып шықты. Енді келесі кезек творожный сырымызды салып, оны да жақсылап, әдемі крем болғанша араластырып шығамыз. Жан-жағын осылай ортасына қарата жинап, тағы да араластырамыз. Құрметті достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басып кетіңіздер. Әдемі крем болып шықты. Енді келесі кезекте біздің дайын болған кремімізді осылай асты үстіне қарата жақсылап үстін басып араластыратын боламыз. Өйткені бұл кремнің ішінде ауа пайда болған. Сол ауаның барлығын біз осылай араластыру арқылы шығарып алатын боламыз. Өйткені ауа егер ішінде
Осымен тортымыз дайын. Көріп тұрғандарыңыздай сырты бір тегіс әдемі жылтыр болып жағылатын болады. Сіздер де жасап көріңіздер.